Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Дана. Мен бүгін ғұламалар өсиетімен бөлісемін. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Істеймін деп уәде берген ісіңді істе. Сөз берсең, оны орында. Ескерту жасаудан қорықпа. Бірақ оны істегенде нені айтып, нені айтпау керектігін абайла. Кінәліге кінәсінен артық жаза берме. Жазаға лайық адамның жазасын кешіктірме. Адамдар 3 топтан тұрады. Біріншісі раббани ғалымдар, екіншісі құтқарулы жолына түскен ілім іздеуші, үшіншісі әркімге еліктеп, жел қалай тұрса солай кетіп, ілім нұрымен өзін нұрландыра алмаған тобыр. Ілім дүние мүліктен қымбат. Іліммен амал етсең, мәртебең арта түседі. Дүние мүлік қолданған сайын азаяды. Қорқыныштың қорқынышы нәпсіге ие болмау. Нәпсінің жетегінде кету адамды ақиқаттан алыстатып, ақыретті ұмыттырады. Абайлаңдар, уақыт өтіп барады. Жалған мақтау адамды өр көкіректікке жетелейді. Адамдардың жақсысы мен жаманын ажыратып бағала. Бәрін тең көру, жақсыларды ізгіліктен суытып, жамандардың харам пиғылын өсіреді. Үш амал қарапайымдылықтың кілті. Кездескен кезде бірінші болып сәлем беру. Әр түрлі жиындарда төрде отыруға құмарланбау, жасандылықты қабыл етпеу. Көмек сұрап, қажеттілігінің өтелгеніне сеніп келген адамдарға көмектесуден асқан нығмет жоқ. Бір мұсылман қажетін өтеу мен үшін жер бетінің бар қазынасынан қымбат. Мақсатыңа уақытынан бұрын кіріспе, уақыты келгенде өткізіп алма. Ақиқаты нақтыланбаған іске қасарыспа, айқындалғанда салғырт болма. Иман сақтаудағы сабырдың орны бастың денедегі орны сияқты. Сабыры болмағанның иманы да жоқ. Адам 1000 жыл өмір сүрсе де, Алла оның пешенесіне өлімді жазған. Адамдардың ең абзалы Алланы танып, ақырет үшін амал жасаған адам. Сабырлық пен жүректілік бұл дүниеде адамға абырой әкеледі, ақыретте мейірімге бастайды. Сені ауру қылатын 4 нәрсе. Көп сөйлеу, көп ұйықтау, көп тамақтану, көп сүю. Сенің тәніңді құртатын 4 нәрсе. Мұң, ашкөздік, барлық уақытта жаман нәрсе туралы ойлау, түнде ұйықтамау. Сені бай қылатын 4 нәрсе. Дұға, сансыз кешірім тілеу, астағфируллах азим. Садақа, Аллахқа мадақ, субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар. Сені кедей қылатын 4 нәрсе. Күндіз ұйықтау, дұға жасауды тоқтату, еріншектік, арамдық. Ештеңеге де, ешкімге де бауыр баспа, бәрі уақытша. Ойлану ешқашан жазылмайтын ауру.
Адамға үнемі кеңес қажет бола бермейді. Кейде көмек созатын қол, тыңдайтын құлақ, түсінетін жүрек керек. Барлық адам қателеседі, бірақ қателесушілердің арасындағы ең жақсы өз қателігін мойындап тәубеге келгені. Өмірдің заңы: сүймегенге сүйкелме, сөзге сенбе, іске сен. Сыйлағанның құлы бол. Сылтауға сенбе, қаласа уақыт табады. Ешкімді сыртынан өсектеме. Адамның өміріндегі 3 кезең бар. Бірінші, жасөспірімділік кезеңі. Сенде уақыт та, қайрат та бар, бірақ қаражат жоқ. Екінші, ересектік кезеңі. Сенде қайрат та, қаражат та бар, бірақ уақыт жоқ. Үшінші, қарттық кезеңі. Сенде уақыт та, қаражат та бар, бірақ қайрат жоқ. Өмір деген осы, бір нәрсе берсе, бір нәрсе алады. Айтар сөзіңді ойланып барып айт. Себебі сөйлеуден алдын сөзіңе сен ие боласың. Сөйлеген соң сөзің саған ие болады. Айналаңа махаббатпен, алға үмітпен, артқа ризашылықпен, аспанға иманмен қара. Сенен теріс айналған адамдарға рахмет айт. Бәлкім, оғаш көрінер, бірақ солардың арқасында әркімге сенім арта бермеуді үйренесің. Сүйсең, сүйдім деп айт, сағынсаң, сағындым деп айт, жек көрсең, ұмыт деп айт, үнсіздік тағдырды бұзады. Сені қиын жағдайда көріп, қолын созғандарды ешқашан ұмытпа. Құлақтан кірген суық сөз көңілге барып мұз болады. Егер бір адамға қалтықсыз сенетін болсаң, нәтижесінде екеуінің біреуін аласың. Не ол адамды мәңгілікке сенімен бірге болады, не ол адамнан мәңгілікке сабақ аласың. Саған уақыты жоқ адамға сен де уақытыңды жоғалтпа. Ешкімді ұстама, кетсін. Себебі ол өзінің таңдауы. Артынан өкінгенше, ойыңдағыны уақытында айтқан дұрыс. Қол жеткен жетістікті бақыт деп сана. Аз деп өкінбе, көп деп көпірме. Бақыттың тұрақтылығы сабырлықта. Дәрежең көтерілгенде достарың сенің кім екеніңді біледі. Дәрежең түскенде сен достарыңның кім екенін білесің. Сыйлағанның құлы бол. Достар, каналым ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды және жақсы пікірмен бөлісуді сұраймын. Әр қиыншылықтарда жеңілдіктер, әр көз жаста қуаныш,
әр сабырлықта абырой жасырылған. Адамдар не ойласа, оны ойласын. Ең бастысы сіз өз жолыңызбен жүріңіз. Ешқашан төзіміңді жоғалтпа, ол есікті ашатын соңғы кілт. Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Жебе салған жара жазылар, балтамен оталған орман қайта өсер, бірақ ащы тілдің жарасы жазылмас. Бақытты ұрлайтын үш нәрсе бар: өткенге деген өкініш, ертеңге деген қорқыныш, бүгінгі күнге шүкіршілік етпеу. Адамның сыртқы емес, ішкі жан дүниесіне үңіле білейік. Түлкі қулығын қойса, жойылып кетер еді. Ендеше қулық та өмір қажеттілігінен туады. Сені сүймейтін адамның аяғына жығылғанша, өзіңді сүйетін, төбесіне көтеретін жанның қолында бол. Кейде құлап тұрғанда дұрыс, ешқашан ұшпағаннан гөрі. Ешкімге еш нәрсе айтпауды үйреніңіз. Сол кезде бәрі жақсы болады. Бақытты болғың келсе, денсаулығыңды, әйеліңді, айлығыңды ешкіммен салыстырма. Ашуланба, адамдарды ренжітпе, кешіруді үйрен. Бұл 5 күндік жалғанда сыйласып, өмір сүргенде не жетсін? Өзіңіз туралы басқаларға тым көп айтудың қажеті жоқ. Себебі көре алмаушылық болған кезде соқыр көріп мылқау сөйлеп, саңырау ести бастайды. Бүгін күні ертеңге қалдырма. Саған Алла тағала берген жақсылықтар туралы ой жүгірт. Олар үшін шүкір ет. Ашуланба. Ғажайып құбылыстар оған сенген кезде ғана болары анық. Сондықтан ойлаған дүниенің орындалуына сеніп, талпыныс жасап, алға қарай ұмтылыс жасау қажет. Ешқашан біреуге бауыр басып қалма. Себебі өз көлеңкеңде қараңғыда сені тастап кетеді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Өмірде сіз ештеңеде істей алмайтын 2 күн бар. Олардың бірі кешегі күн болса, екіншісі ертең деп аталады. Бәрі сен қалағандай болады, тек күте біл. Есіңде болсын, қант түбінде болады.
Нені жоғалтсаң да, намысыңды жоғалтпа. Қол жеткен жетістікті бақыт деп сана. Аз деп өкінбе, көп деп көпірме. Бақыттың тұрақтылығы сабырлықта. Төзімділік жақсы қасиет, бірақ ұзақ уақыт төзе беру үшін өмір тым қысқа. Жарты жолда сынып қалмауға тырыс. Құласаң тұр да ары қарай қадам бас. Тоқтап қалма. Ауыр күндер ерте ме кеш пе артта қалады. Ал сен бұрынғыдан да мықты боласың. Адамдар сенен кетіп бара жатса, жібер. Тағдыр артық адамдарды өзі тазалайды. Бұл олардың жаман адамдар екендігін байқатпайды. Жай олардың ойыны сенің өміріңде айналып бітті. Ойлану ешқашан жазылмайтын ауру. Ешкімге қатты сеніп арқа сүйеудің қажеті жоқ. Күн батқанда өзіңнің көлеңкең де жоғалып кетеді. Шындықты айтқан адам негізгі 3 нәрсеге қол жеткізеді: сенім, махаббат және сыйластық. Азырақ сөйлеуді және азырақ сенуді үйрену керек. Санасы төменмен санаспа, өзің де төмендейсің. Біреудің алдында өмірге шағымдану әдетін тастаңыз. Сіздің қиын мәселеңіз ешкімді қызықтырмайды. Уақытты босқа өткізу ең ауыр шығын. Тәуекел ет, жеңсең бақытты боласың, жеңілсең тәжірибелі боласың. Ақша адамды бұзбайды, керісінше ол адамның шынайы бейнесін көрсетеді. Сәттілікке апарар 3 жол бар: арман, сенімділік және еңбекқорлық. Махаббатқа сенім артпа, ол сирек кездеседі. Адамға сенім артпа, ол тұрақсыз. Уақытқа сенім артпа, ол өзгермелі. Тек Аллаға сенім арт, ол құдіретті. Жалғыздықта ойыңызға, отбасыңызда мінезіңізге, таныстар арасында тіліңізге ие болыңыз. Тұз бен қанттың көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Екеуі ақ түсті. Оларды татып көрмегенше ажырата алмайсың. Адамдар да солай. Олармен араласып, көрмегеніңше кімнің кім екенін білмейсің. Ауыр істің салмағы білекке түсер. Ащы сөздің салмағы жүрекке түсер. Біреудің алдында өмірге шағымдану әдетін тастаңыз. Сіздің қиын мәселеңіз ешкімді қызықтырмайды. Еркек аспан, әйел жер. Аспан бұлттанып жаңбыр жауса,
жер бетінің сәні кетіп, шалшыққа айналады. Ал аспан ашық болса, жер беті шұғылаға бөленіп, құлпыра түседі. Демек, сүйген жарының жанарынан жас төгілуі немесе жүзінен күлкі кетпеуі еркекке байланысты. Күніңнің жақсы өтуіне себеп болатын ауа райы емес, адамдар. Үнсіздік тектілік пен шыдамның белгісі. Ешқашан жалғызсырадым деп әйтеуір біреудің құшағына құламаңыз. Ол құшақтан бір күні сіз тұншығуыңыз мүмкін. Есенин бірде өзімнің көкіректігімнен бақытымды айналып өтіппін депті. Ойланыңыздар. Өміріңдегі үлкен сәттілік теңіңді тауып, оның жүзіне тамсана қарау, қызыға тыңдау, шын ниетпен күлу және әр кездесуді тағатсыздана күту. Тықылдаған сағатқа қарашы, тілшілігі тек алдыға қозғалады. Неге екенін білесің бе? Өйткені өткеннің енді маңызы жоқ. Жақсы әке болу жігіттің ең үлкен ерлігі. Өзгеден өзің бере алмайтын нәрсені күтпе. Мақсат қойдың ба, соңына дейін бар. Құла, сүрін, бірақ тоқтама. Жоспарың туралы ешкімге ауыз ашпа. Сен қалжыңдап күле беретін болсаң, адамдар сені бала сияқты деп ойлап, сенің ойыңды елемейді. Адамдар сені сыйлағанын қаласаң, салқындау боп көп сөйлеме, әр айтқан сөзіңді ойланып сөйле. Ешқашан эмоцияңды қатты көрсетпе. Адамдар жұмбақ адамдарды жақсы көреді және сенің сондай екеніңді анықтағысы келеді. Өзіңе сенімді бол. Ешкімнен қорықпа, асықпа, ақырын жүріп, анық бас. Неге сенсең, сол сенің әлемің болады. Тек жақсылықты ойла. Бол сақылың, біл мынаны жалғанда, жолай көрме арманы жоқ жандарға. Бәрі алма кезек. Бүгін сені менсінбеген адам, ертең саған бағынышты болуы ғажап емес. Өмірде қолыңда не бары емес, қасыңда кімнің болғаны маңызды. Біреуді мақтама. Жамандығын көргенде айтарға сөз таппайсың. Біреуді даттама. Жақсылығын көргенде айтарға сөз таппайсың. Үлкен сарайдың ішінде жылап отырғанша, күркенің ішінде күліп отырған артық.
Ешкімге пайдасыз өмір сүру, мезгілсіз өлу. Жеке адам өзін тұтастың бір бөлігі ретінде сезінуге батылы барғанда ғана бақытты болады. Италияны, әсіресе Римді көрген адам өмірден бақытсыз өттім дей алмас. Сенім танымның бастауы емес, мұраты. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ал ірілердің арасында жүрсең, өзіңде өсесің. Көп ойланған кісі әрқашан жақсы шешім таба бермейді. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Адам өмірінің ең биік шыңы жастық шағы. Әркім түсінгенін естиді. Қам-қарекетсіз өмір сүру, мезгілсіз қартаю. Адамның шын мәнісіндегі нағыз артықшылығы ғылымында. Адам болу оңай іс емес, тек ерік жігері мықты адам ғана адамдықтың шыңына жете алады. Ақылы тар адам өз пікірін өзгеге тануға бейім болады. Жаман еркек жер қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Сіздің армандарыңыз қорқыныштарыңыздан күштірек болған кезде олар орындала бастайды. Бақыт кілті еңбекте. Білім қонақ, ақыл қожайын. Жауыңның соққан найзасынан досыңның шерткен саусағы ауыр. Арман адамға қанат. Осқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңыздар.
Қанатты сөздер мақал мәтелдерге ұқсас, ол терең ойға құрылған көлемі шағын нақыл сөздерге жатады. Қанатты сөздердің авторы белгілі болады. Ата сөзі алтын сөз. Өзгелердің үйінде соқыр халде кіріп, мылқау күйінде шық, ешкімді сынаушы болма. Талапты бала талпынған құстай, құмары қанбас аспанға ұшпай. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Орынсыз өтірік айтпа, өйткені өтірік несібеңді жеп қояды. Абыройың төгіліп, тиесілі сыбағаң өзіңе бұйырмай кетеді. Жақсы адам уәде бергенде орындайды, 200-ді болса сөзінде тұрмайды. Құстардың ұясын бозба, құдыққа түкірме, жұрт ішінде абайлап сөйле, қарқылдап күлме, үйге қарай жүгірме, түнде тырнағыңды алма, алыптай болсаң да, әлсіз құмырсқаға күш көрсетпе, қиянат жасама, үлкен кісінің жолын кеспе, сөзін бөлме, аз сөйлеп көп тыңда. Шаман келгенше ешкімнен еш нәрсе сұрама. Жоғарғы қол төменгі қолдан жақсы. Жоғарғы қол берген қол, төменгі қол алған қол. Күншілдік ету оттың отынды жегені секілді жақсылықтарды жеп қояды. Адамдардың пайдасына жарасаң ғана жақсысың. Күнде іздейді, пайдаң тимесе есіне де алмайды. Шәйнек қаншалықты үлкен болса да кесеге иіледі. Ендеше орынсыз тәкаппарлығыңа не делік? Мұрын шүйірудің қажеті не? Кішіпейіл бол, тіпті тәкаппарлықтың табалдырығын да аттама. Ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма. Адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Достар, каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, ең алдымен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жақсы сөз жарыңыз, жақсы пікірмен бөлісіп отырайық. Келесіде кездескенше.